Даладағы достар. Балам, кел дастарханға отыр. Мен ойын ойнап отырмын. Ешкім кеп тұрған жоқ. Ақарыс тамағын қазір суып қалады. Қазір анашым күте тұрыңыз. Балам, телефон ойнайым деп қарындасыңды ұрып жібердің. Бұл дұрыс емес, балам. Доп ойнайық, бойыңды жазасың, Ақарыс. Мен енді телефон қарамаймын. Достарыммен ойнайтын боламын. Менің балам өте ақылды, алтыным. Бірге ойнайық бәріміз, достарым менің. Жалғасы бар. Дастархандағы 5 ереже. Дастарханға келіңдер, әкесі балам. Бірінші не істеу керек, балам? Қолды жу керек. Тазалап жу, жан сезім. Аға. Отырғанда тік отырыңдар, омыртқаларың қисаяды. Тағы бір ереже. Тамақты өз алдарыңнан шашпай жеңдер. Тамақ жеп отырып сөйлемейміз, шашалып қалуың мүмкін. Қасыңда отырған адамнан ыңғайсыз болады. Тамақтанып болған соң не айтуды ұмытпауымыз керек? Рахмет анашым, тамағыңыз өте дәмді болды. Ас болсын. Осы 5 ережені есте сақтап, орындап жүріңдер достар. Парақшамызға жазылып, әдепті бала болыңыз. Қауіпті ойындар. Үйдің ішінде ойнаған қауіпсіз, қалағанша ойнай аламыз. Шкафты өзіңе қарай тартпа, үстіңе құлап кетеді. Бұл өте қауіпті. Терезеге шықпа, байқамай жерге құлап кетесің. Газдың бұрандасымен ойнаушы болма, уланым қаласың, немесе ішіндегі улы газ жарылып кетеді. Кір жуғыштың ішіне кіріп ойнама, есігі жабылып қалса, ішінен аша алмай қаласың. Электр құрылғылармен ойнама, тоқ ұрады, қолың күйіп қалады. Енді осындай қауіпті заттармен ойнамаймыз. Парақшамызға жазылыңдар балалар. Балалар, бүгін сіздермен қонақ келгендегі әдептермен танысатын боламыз. Ата-әже келгенде сәлемдесуді ұмытпаңдар. Ұмытпаймыз. Ассалаумағалейкум, ата. Үлкен кісілермен кішкентай балалар бірінші амандасады. Үлкен атаға ассалаумағалейкум, әжемізге амансыз ба, сәлеметсіз бе әже деп айтсақ болады. Рахмет айналайындар. Дастарханның қасында балалар бір-бірін қуалап ойнап жүр. Қонақ келгенде жүгіруге болмайды, әдепсіздікке жатады. Түсінді анашым, қайталанбайды. Балалар, қонақ отырғанда шуламаңдар, әдептілікке жатпайды. Мынаны ескеріңдер, қонақтың затын рұқсатсыз алуға болмайды. Біз алмаймыз. Үйлеріңізге қашан қайтасыздар? Келген қонаққа қашан үйіңе қайтасың, қашан кетесің деп сұрау дөрекілікке жатады. О, не дегенің балам?
көп уақыт созбай келген қонақтарымыз үйлеріне қайтайын деп жатыр. Балалар, бұл кезде не деп айтамыз? Тағы да келіп тұрыңыздар, ата әже. Міне балалар, әдепті бала деген осындай болады. Балалар, әдепті бала парақшасына жазылып, әдепті болып өсіңдер. Балалар, қазір біз Румимен бірге жаттауды қалай тез әрі жылдам жаттап алуға болатынын үйренетін боламыз. Бәріңізде анасың, біз үшін күн болып жанасың. Құтты болсын мейрамың, құттықтаймын анашым. Балалар, өлең есімізде тез сақталу үшін алғашқы 2 қатарды 10 рет қайталаймыз, және бірнеше сағат өткен соң, немесе ұйықтар алдында соңғы 2 қатарды 10 рет қайталап, сосын ұйқыға жатамыз. Руми қызымыз әнші болған соң, оған әндетіп жаттаған оңай екен. Бәріңізде анасың, біз үшін күн болып жанасың. Құтты болсын мейрамың, құттықтаймын анашым. Арада бірнеше сағат өткен соң, Руми ұйықтар алдында өзінің жаттауын тағы да қайталауға кірісті. Бәріңізде анасың, біз үшін күн болып жанасың. Құтты болсын мейрамың, құттықтаймын анашым. Түн бітіп таң атты. Руми өзінің жаттауын тағы да қайталауды ұмытқан жоқ. Бәріңізде анасың, біз үшін күн болып жанасың. Құтты болсын мейрамың, құттықтаймын анашым. Балалар, осылай тақпақты 2-ге бөліп жаттасаңдар, тез жаттауға болады. Румиді тағы да көргің келе ме, балақай? Онда парақшамызға жазыл. Сені күтеміз. Балалар, бүгін ағарыз еріншектікті қалай жеңгені туралы мультфильмді көретін боламыз. Ағарыз далаға шығып серуендегісі келіп отыр. Далаға шығып серуендегім келіп тұр. Бұл мінездегі еріншектік. Қазір емес, ерініп тұрмын. Ертең серуендейік. Қазір ұйықтап алайық. Сен үнемі ерінесің. Кеше де осылай айтқансың. Онда кітап оқиын, қызық сияқты. Кейін оқисың. Ертеңде күн бар. Ерініп тұрмын. Сен маған сабақ оқытпадың, серуендеуге шығармадың. Саған ерсем, мен де сен сияқты еріншек болып кетем. Мен ертең сабақтан 5 алуым үшін қазір дайындалуым керек. Еріншек болмауым керек. Жарайсың Ақарыс. Ерінбей үй тапсырмасына дайындалғаның үшін саған 5 қоямын. Рахмет сізге. Ақарыс енді еріншек емес, бастаған ісін соңына дейін жеткізеді. Мен онда кетейін. Мен енді басқа дос іздеймін. Сен еріншек болмадың, жарайсың. Осы бетіңнен қайтпа. Ағарыс сияқты еріншекпен дос болмаңдар, балалар. Еріншек болғыларың келмесе, әдепті бала парақшасына жазылыңдар. Тістегі құрттар. Қандай көп тәттілер, алақай. Балақай тәтті жеп жатыр. Біз енді оның тісін жейміз. Балам, тәтті жесең тісің ауырады деп айттым ғой. Балақай, тәттіні көп жесең ауырасың. Күніне тісті 2 рет жуу керек. Таңертең және түнде. Тәттіге құмар болмаңдар. Тістеріңді тазалауды ұмытпаңдар. Әдепті бала парақшасына жазылыңдар